Дегім Алла тағалаға иман келтірсе, және ақырет күніне иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін, яки үндемесін дейді. Бұл хадисті негізге алған ғалымдарымыз былай дейді: мұсылман кісі сөйлеместен бұрын ойлануы керек. Бұл сөзі пайдалы сөз бе, сауапты сөз бе, сөйлесе бұл сөздің қай түріне жатады, жақсылыққа шақырып жамандықтан тыю ма, жоқ әлде жай бір сөз бе, мағынасы жоқ бос лаққан сөз бе, оның парқын ажырата білуі тиіс. Жалпы кез келген адам сөйлеген сөзімен бағаланады. Ескіде бәдәуи арабтар сөйлемеген кісіге қарап айтады екен: сен сөйлеш, сенің кім екеніңді таниық деп. Али радиаллаху анхудан да қалған бір сөз бар: әрбір адам өзінің тілінің астында жасырынып жатады дейді. Сөйлеген кезде кім екендігі белгілі болады. Кейбір ғалымдарымыз айтады: егер сен бір мәселені білмесең, ең болмаса үндемей отыр. Себебі үндемеудің өзі сен үшін сауап болады. Алайда кейде сөйлеу керек болған жерлер болады. Мәселен, жақсылыққа шақырып жамандықтан тыятын жерде тайынып қалуға болмайды. Мұсылман кісі міндетті өзінің білімінің шеңберінде жақсылыққа шақырып жамандықтан тыюы керек. Жалпы кейбір ғалымдарымыз сөз арабша кәлима деген сөзден шыққан. Негізгі түбірі кәлима деген сөздің мағынасы кейбір ғалымдардың айтуы бойынша, араб тілі ғалымдардың айтуы бойынша кесу деген мағынаны білдіреді. Яғни сөз сөйлеп тұрған кісі кесімді үкім шығарып тұрған секілді, кесіп бір бөлікті айтып жатқан секілді. Сондықтан мұсылман кісі әрбір сөзіне мән беру керек. Себебі кесу деп айттым мағынасы. Кейде қатты сөйлесе, кесіп ешқашан орны жазылмайтын жараға да айналуы мүмкін. Ондай да қатері бар. Біздің қазақ айтады: таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді. Сен ойланып көр, әрбір сөзіңді таразыға салып көр. Себебі аузынан шыққан сөзге жауап бересің. Аузынан шыққан сөз үшін, шықпаған сөз үшін сен Алланың алдына жауап бермейсің. Себебі әрбір мұсылман білуі тиіс: екі иығында отырған періштелер бар. Бұлардың барлығы Алла тағаланың баяндауы бойынша адамның аузынан шыққан сөздің барлығын түгелдей жазып отырады. Ғалымдардың айтуы бойынша бұл сөздер пайдалы болсын, пайдасыз болсын, түгелдей жазылып отырады. Ғалымдарымыз айтады: үндемей отырсаң, сенің пайдаңа шешіледі біраз іс. Сөйлесең, сенің пайдаңа шешілу ықтимал болғанымен қатар, сенің зарарыңа да болу ықтимал бар. Үндемеген үйдей бәледен құтылады деп айтады қазақ. Бұны қазақ қысқа ғана қайырған, немесе басқа бір сөзінде аз сөз алтын, көп сөз көмір деген. Біздің бабаларымыз әрдайым қысқа нұсқа сөйлегенді ұнатқан. Кез келген даулы мәселеде ұзақ сөйлеп кеткен нәрсесі жоқ. Сөзге тоқтай білген. Сөзге тоқтай білу де үлкен имандылықты қажет етеді. Сөзден тыйыла білу де үлкен имандылықты көрсетеді. Ғалымдарымыз айтатын: кейбіреу үндемей отқанда өз көзімен көргенін былай деп айтады: неге үндемей отырсың дегенде, жаңағы ғалымның айтқаны пайдалы сөз таба алмай отырмай айтады. Жаман сөз ол ең әуелі өтірік айту, жалған айту, жалған куәлік ету, ғайбат айту, біреуді жамандау. Біздің қазақтың ең құтыла алмай жүрген, арыла алмай жүрген ауруының бірі.